Еденді қатырыпсыз. Теплый пол ма? Еденіңіз? Кіреберіс тамбур деп айтылады. Мына жер бәрі теплый пол. 4-те 4, так, 7,5 ұзындығы, 4,5. 4,5. Бойланған, толықтай. Төбесі гипсокартон. Балалардың бөлмесі. 2-де 4,5. Тоже обой. 3-те 2-де 4,5. Негізі жалпы үйдің размерін білесіз қой да? Үйдің размерін білмейміз. Террасын қоспағанда 16,900-де 12. Ені, үйдің ені 12-де, ұзындығы 16,900. Плюс 2,5. Террасы 2,5. 19. Армысыздар оқырмандар, бүгін бізде тағы бір түсірілім. Алатау ауданында орналасқан Борылдай елді мекен. Мына үй түсіріледі. Көшесі биыл жоспарланған, асфальт құйылады деп. Және жарық орналасқан. Каналға жазылып, пікірлеріңізді қалдырып, лайктар басып отырыңыздар. Алда бұндай түсірілім жиі болып тұру үшін. Үйге кірген кезде есіктің ауласы. Таныстырып кетсеңіз үйді. Мынау 6-да 7 сотық жер. Мынау алды 17-де 15, артында тағы да жер бар 6 метр. Мына жерінде слика. Мынау пока өзімізге де канализация уақытша. Осы жылдың аяғына центральныйға қосылады. Ауласына жасалған үстінде брусчатка төселеді келесі аптада. Мына жерде газон және не жанына газон егіледі. Мына жақта, мына жағында строение уақытша жұмысшылар жатқан ғой. Бәрі бұзылады. Бір-екі аптаның ішінде бәрі бітеді бұйырса. Үйдің сыртына тоже бір-екі аптаның ішінде кірпіш. Үйге қашан кірдіңіз? Қызыл кірпіш үйіңіз? Кірпіш болғанда бұл автоклавный газоблок дейді. Үлкен қалыңдығы. Неден заводтан алынған. Сүйінбайдағы. Сыртын тағы отделочныйды да осы айдың ішінде бітіреміз бұйырса. Бәрін полный. Сырты ғана қалып тұр ғой. Сырты пенифлекспен қапталған еще? Утепленный пенифлекс. Жанын көрбесек қой. Полный қоршалыпсыз, Полный қоршалған, арты, алды бәрі. Бір жағын бөлдік. Жанында электротоктың счетчигі тұр. Счетчик 3 фаз. 3 фаза? Газ қосылған. Газ бар. Заңды қосылған. Сыртқы жұмыстар бәрі істелініп жатқан. Аулаңыз 6 метр ұзындығы қалдырғанбыз. Енді жасылдандырамыз деп. Осының бәрін келіп жасайды. Даланың туалеті? Бұл енді тоже уақытша деп жасалған. 60-тайын бөлек бөлек. Крыша немен? Крыша металл черепица. Балкымен мынау нелер бәрі металлический бәрі сайдингтер. Фундаменттің биіктігі 1 метр. 1 метр. Бұл да бәрі. Мынаның бірге жасалады ғой бәрі. Үйдің шетінен ба? Сайдың ішінде бұйырса бітіреміз. Жұмысшылар отырмыз. Осы декабрьде басында кірдік, аяғында полный қыстап шықтық қой үйде. Үй жылы. Ал жерде? Мынау енді септиктің несі ғой. Септик. Резервный недетті тазалағанда. Негізі жалпы үйдің размерін білесіз қой да? Үйдің размерін білмейміз. Террасын қоспағанда 16,900-де 12. Ені, үйдің ені 12-де, ұзындығы 16,900. Плюс 2,5. Террасы 2,5. 19. Не болып тұр ғой. Алдын жабасы па, террасаны? Енді тек немен металлический не болады, ограждение сияқты. Бой алып, террасының астына сайдингпен жауып. Асты сайдингпен кетеді? Крышамыз мин плита, мин ватамен утепленный, 2 слойға, 40 сантиметр. Өте жылы болды негізі. Шорқын болды. Пеште жақсы су қойып тұр. Не себептен сатып жатсыз? Біз негізі өзім жұмысымды ауысып жатырмын да, үй бала шағаға кішкене қиындау, неге
благоустройка қалаға қарата благоустройка. Айырбастау бар деңіз, е? Вариант болса болады. Вариант. Этаж үйге болса? Этаж үй болады қарастыруға. 3 комнат болса. Қоспа төлей аласыз ба? Жоқ, маған басына бас, басына бас. Доплатымен болса, өздеріне доплатымен, е? 2 комнат. 2 комнатадан жоғары десеңізші? 2 комнатадан жоғарыға. Бәрі жұмыстың бәрі қазір бітуде. Осы айдың ішінде бұйырса бітіреміз. Есік алдым, бағана да айтып кеттік. Есік алдым, сыртын бәрін дайындап қойдық. Материал су жұмысшыларды күту үстіндеміз. Келесі аптадан бастап есік алдым бәрін дайындап жасаймыз. Есік алдым жаңағы бірінші қазір навес ұзыннан мына жер қашаға дейін 17 метр да. Дәл газонның брусчатка тұратын жер десеңізші, соның ортасына. Қаша 5-40, 5,5. На бетпен, на бетте 5-40 деген. Полный брусчатка жүреді, и соның үсті 17 метрде ұзындықпен навес қоясыз ба? Жан жақтары, жан жақтары газон. Уже дайындап жатыр газонға. Арғы бетінде көрсетіп жіберейін сіздерге. Арғы бетінде аяқтағы гүлдер болады. Және мына жерде газондар. Буквально бүгін келеді, қазір чернозем келеді, дайындап өзі тегістеп әдемі болып бұйырса. Баспалдаққа көтерілген. Абылай жаңа жылы комплекс салып отырады мұны ба? Жылы комплекс алдында салып отыр. Біздің алдымызда үй болмайды, ашық территория алдында да. Талдар егіліп отыр бар жағында, е? Талда бұл парк жасап қойды ғой, парк. Күнде суғарып, қаралып отырды. Біздің алдымызда ешқандай құрылыс болмайды, строение үй болмайды. Алды бос. Тек қана парк десеңізші, үйден шықтыңыз, ары қарай паркке жүре салдыңыз. Бұл уақытша болады деп отырмыз. Енді үйді көрсетейік сіздерге. Есігіңізде өзі мықты есік болып тұр ғой. Бұнда екі үйде ашылады? Бір үйде ашылады. 1/20 ма? 1/20? Еденді қатырып, теплый пол ма? Еденіңіз? Кіреберіс тамбур деп айтылады ғой, мына жер бәрі теплый пол. Кіреберістің бәрі теплый пол. Мынауыңыз тоқтың әрқайсыныкі, комнатыныкі? Әр комнатқа өзінің қосып өшіретін бөлек. Стенаны уақытша тоқтатып тұрмыз, қазір жұмысшымыз келіп бітіреді полный. Бұл жерде подкраску дайындағанбыз. Краскаға. Сонда жақта бір есігі? Бұл котельный. Котельнейді көрмесек. Белгілі өзімізге. Қанша квадраттан? 300 квадратқа. Жатасың. Үйіңіз қанша квадраттық? Біздікі где-то 170-180 почти. 180 квадрат. Кладовкаға қойсаңыз болады, не? Төбеске? Мансартқа шығатын, не? Бұл чердаққа ғой. Чердаққа шығатын. Есігіңізді ақпен жақсылау жасапсыз. Сапасы жақсы есіктер боламыз өзімізге. Үйге кіргендегі қолымыз. Обой, е? Мына жақта обой, үйдің іші түгел обой. Төбесі? Гипсокартон ба? Пол ламинат, тоже 32 класс дейді, самый высокий алғанбыз, выносили. Мына жерде де теплый пол, жартылай теплый пол жүреді. Холдың жартылай теплый пол. Туалет ванна теплый пол. Мына жерде қанша бөлме бөлінген? Мына жағынан, қай жағынан бастайық? Мына жақтан бастайық. Оң жақтан бастайық. Оң жақта ас үй. 16 квадрат, 15 квадрат. Комнаттарына стеналарын әлі дайындап үстіндеміз. Краскаға ма, стенасы да? Бұл да краскаленген. Елдері жаңа. Мына жерде рабочий зона теплый пол под кафелем. Оны енді қалдырасыз ба? Әрине. Қалдырып кетесіз, е? Келесі. Мына жағы зал, үлкен зал. Зал. Бұл да обой. Бұл қанша квадрат? 4-те 4, так, 7,5-да ұзындығы, 4,5. 4,5. Обойланған, не? Толықтай. Төбесі гипсокартон. Пара бойларыңыз алюминий бе? Алюминий бұл? Алюминий бұл ғой, сапасы жақсы ғой. Өзімде келіп салып мына жерге кондиционер включатель бар.
үш терезесі бар, жарық. Келесі бөлмеге өтсек. Келесі оң жаққа жүре берейік. Енді мына жер орынға алғанбыз, негізі мына жерде переделка істеуге болады, гардеробтан қазір бөлмені көресіздер. Ашуға болады, мына жақта бір үлкен бөлме болады. Мына жақтан бастаймыз ба? Енді хозяйский спальня бар. Бұл да 4-те 4,5 болды. 4-те 4,5. Ажан тағы есік бар екен. Бұл под гардероб деп жасалды, кішкене үлкендеу болып тұрды. Бұның да несін істеп алсын. Бұның квадрат қанша? Бұл 3-те 7-те 2-де 80. 3-те 7-те 2-де 80. Мына терезесі негізі үлкен көп жасалған, просто кішкентай қылып жасап қойдық. Негізі сол переделка істеуге болады. Бұл жақта да жақта ашып, оның бір бөлме жасауға болады негізі. Ана жағынан ашып па? Гардеробка да болады екен. Гардеробка кішкене сәл үлкен болып қойдық. Жылуы бар, паровой бар екен. Келесі бөлмеге өтсек. Келесі мына балалардың бөлмесі. Балалардың бөлмесі 2-де 4,5. Турабой. 3-те 2-де 4,5. Полы бұл артын? Бар ламинат. Ламинат. Утеплен асты бәрі пеноплекспен өзін утеплить етеміз. Келесі. Екінші спальня. Бұл да сол 4,5-де 4. Бұл спальня? Мына жақ кішкене таңертең солнечная сторона бізде. Қыста вообще жылытын. Қыста терезені ашып қойсы қаттырақ. Бесі гипсокартон. Полы ламинат. Мына жақтан шыққанда оңға қарай болсақ. Бұл хозяйственный. Үлкен өзіміздің ванна. Үлкен 3-те 2-де 80. 3-те 2-де 80. 80 болады екен. Бұл 2-де 80, ұзындығы 3. Бұл жерде де түгел пол, теплый полы. Кафельдің несін ұмырттым. Кафельде ұзын-ұзын. Магазиннен алғаныз жақсы. Келесі бір бөлмесі бар. Гостевой санузел бар. Гостевой. Қонақтар келіп қол жуып аралай жүрген ма? Кафельдер қатақты бар. Бұл да теплый пол. Теплый пол. Батарея, теплый пол. Бұның енді размері 2,80-де 1,5. 2,80-де